Тайқазанның төл мекеніне оралғанына 33 жыл толды. Үлкен Ақсарай бөлмесінің ішінде Қасым ханның тағы орналасқан. Бұл Қабанбай батырдың өзінің түпнұсқада қолданылған пышағы екен. Қазіргі таңда сақталып келе жатқанына 700 жыл уақыт болды. Толығымен біткен осы қабырхана бөлмесі. Су бар ма ішінде? Су бар. Ахмет Яссауи кесенесінің құрылысы толық бітпеген. Не қарап отырсың? Менің әрбір хикметім зор қалам, арман. Кесененің ең көне әрі ең танымал жәдігерлерінің бірі бұл тайқазан болып табылады. Бұл тайқазан жайлы толық ақпаратты Әзірет Сұлтан музей қорығының экскурсоводы Әсем ханым айтып берсе. Алдарыңыздағы қасиетті Тайқазан бұл атақты қолбасшы Әмір Темір көрегеннің осы Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне сыйы. Тайқазанның салмағы 2 тонна, сыйымдылығы 3000 литр. Тайқазанда ешқашан тамақ пісірілмеген, тек ішіне су құйып, шекер араластырып, кесенеге келген зиратшыларға қасиетті суретінде таратып отырған. Тайқазан 7 түрлі бағалы асыл металдардың қоспасынан құйылған. Олар алтын, күміс, мыс, мырыш, қалайы, қорғасын, темір. Тайқазан 14 ғасырдың аяғында, нақтылай айтсақ 1399 жылы Түркістан қаласынан 25 шақырым қашықтағы Қарнақ деген елді мекенде құйылған. Тайқазандағы жазулар көлденеңнен 3 қатардан тұрады. Бірінші қатарына Құран Кәрімнің 9 сүресі, Тәубе сүресінің 19 аятынан үзінді. Пайғамбарымыздың хадисі жалғасқан. Онда пайғамбарымыз айтты: Алланың оған сәлем болсын. Кім-кім Алла жолына арнап, құдық немесе су ішетін орын орнатса, Алла оған жәннаттан хауыз орнатады, яғни орын береді деген сөздер жазылған. Екінші қатарына 18 рет Мубаракбат, яғни қазан құтты болсын деп. Және де жасаған шебер, ирандық шебер Абдулазиз Шарафуддин Әл-Тебризидің есімі 1399 жыл 25 маусым деп қазанның құйылған күні берілген. Ал үшінші белдеуіне Аля-аль-Мулькулиллі, яғни байқаңыздар, мүлік иесі Алла деген ескерту сөз 22 рет қайталана жазылған. Тайқазанды 1935 жылы Санкт-Петербург қаласындағы Эрмитаж музейіне 2 айға ирандық шеберлердің көрмесіне алып кетеді. Бірақ 54 жыл өткеннен кейін ғана 1989 жылдың 18 қыркүйегінде еліміздің мәдениет қайраткері Өзбекәлі Жәнібеков ағамыздың арқасында Тайқазан тарихи мекеніне қайтадан оралады. Биылғы жылы Тайқазанның төл мекеніне оралғанына 33 жыл толды. Кесененің бөлмелерінің бірі Үлкен Ақсарай бөлмесі. Үлкен Ақсарай бөлмесінің ішінде Қасым ханның тағы орналасқан. Әрине реставраторлар жасап шығарған тақ, түпнұсқада емес. Тақтың жоғарғысындағы көк ту бұл Абылай ханның туы, қызыл ту Есім хандікі, ал ақ ту Ондан сұлтандікі. Жалпы қазақтың хандары қолдарында жүзіктері болатын болған, сол жүзіктері арқылы мөр басып, хаттарға қоятын болған екен. Мінекей мынау сол хаттар. Алдарыңызда көріп тұрған пышақ бұл Қабанбай батырдың өзінің түпнұсқада қолданылған пышағы екен. Әмір Темірдің туы жайлы 5 дерек. Әзірет Сұлтан қорық мұражайында сақталынған көне жәдігер. Бұл туды 14 ғасырда Әмір Темірдің бұйрығыменен арнайы жасалынып, осы кесенеге сыйға тартылған. Тудың ұзындығы 8 метр,
жалауы сақталмаған, тек лаухасы қалған. Лаухасы қоладан жасалынған. Ең жоғарғы бөлігінде Алла деп Алланың есімі жазылған. Ортасында 4 халифа, 4 шадиярдың есімдері жазылған. Және де калима шахадат, ля иляха иллалла Мұхаммед Расулулла деп жазылған. Аттың жалыны, лауха, ағаш, бұның барлығы түпнұсқа. Қазіргі таңда сақталып келе жатқанына 700 жыл уақыт болды. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі 2 қабатты және 35 бөлмеден тұратын күрделі құрылыс. Сол 35 бөлменің ішіндегі толығымен біткен осы қабырхана бөлмесі. Қожа Ахмет Яссауи қабырының жанына қойылған арнайы Әмір Темірдің бұйрығыменен Үндістандан алдырылған қымбат бағалы серпентинит тастарымен қапталған құлпытасты көруге болады. Келесі кіретін бөлмеміз бұл құдықхана бөлмесі. Жүріңіздер, құдықхана бөлмесін қарайық. Саламатсыз ба? Саламатсыздар. Бұл құдық қай ғасырдың құдығы? Құдық 14-ші ғасырға жатады. Осы құдықты 14-ші ғасырда көреген Әмір Темір бабамыздың бұйрығымен қазылған құдық. Тереңдігі қанша бұның? Тереңдігі 25 метр деп айтады. 25 метр. Көріңіз, ішінде жерасты сулары сақталған. Су бар ма не ішінде? Су бар. Кесененің тағы бір бөлмесінің бірі бұл асхана бөлмесі. Бұл асхана бөлмесін халимхана бөлмесі деп атаған екен. Өйткені бұл жерде халим деген тамақтың, яғни халим ботқасының пісірілуіне байланысты екен. Мінекей осы баспалдақпен кесененің жоғары жағына шығып, сіздерге ағаштар жайлы айтатын боламыз. Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің құрылысы толық бітпеген. Оған дәлел мынау қабырғадан шығып тұрған бөренелер. Осында келген туристер бөрененің барлығын құсырға арнайы қойылған қонақтар деп ойлайды. Шындығында бұл бөренелер құрылысшылар үшін пайдаланған құрылыс сатылары. Бұл ағаштардың үстіне тақтай қойып, кезінде құрылысшылар кірпіш қалаған. Не қарап отырсың, аға? Бұл не? Бұл ма? Қара, мынау тышанның ар жағында бөлік 12-ші ғасырда Ахмет Яссауидің алғашқы кесенесінің бөлігі 14-ші ғасырдікі. Мына бөлік пенен ана бөліктің арасында 2 ғасырдай уақыт бар. Мә, керемет. Күріштер ойлары бар ма? 12-ші ғасыр күріштер салғандары бар. Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың танымал еңбектерінің бірі Диуани Хикмет болып табылады. Диуани Хикмет жайлы Әзірет Сұлтан музей қорығының қызметкері Ықылас ағамыздан сұрап көрейік. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкумассалам. Жалпы осы Қожа Ахмет Яссауи атамыздың хикметтері жайлы бір-екі ауыз айтып кетсеңіз. Жалпы әуелі пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде айтады. Қола Наби саллаллаху алейхи вассалам, айтты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дейді. Мазахида абдан фи дуния илля амбаталлаха хикмата фи қалбихи дейді. Кім дейді, тақуалық қылатын болса дейді, онда Алла Тағала оның жүрегіне даналықтың дәнін көгертеді дейді. Сосын ва антақа бихи лисанаху дейді. Жүрегінде көгерген даналықтың себебінен дейді, оның тілін дейді, Алла Тағала шешен қылады дейді. Ва бассараху айбат дуния дейді. Сосын дүниенің рухани айыптарын оның көзін ашады, жүрегінің көзін ашады дейді. Ва дааха ва давааха дейді. Және де осы қоғамның рухани дерттеріне оның көзін ашады дейді. Және де оның еміне оның жүрегінің көзін ашады дейді. Жалпы Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың хикметтері бұл біздің жүрегіміздегі рухани мерездердің емі болып есептеледі. Жүректен шығатын рухани нәр жалпы. Бір-екі хикметтерінен айтып жіберсеңіз. Қожа Ахмет Яссауи бабамыз айтады өзі. Менің әрбір хикметім зорғалам, арман дөлер естімеген сорлаған, хикметтерім хадистің кен мазмұны, ұқпағандар адамзаттың азғына, хикметтерім шауқ шалқар махаббат, көз жасыңмен алдырады тахарат, намазына Расулалла имам боп, періштелер қауымы келер ме имам боп, еткен намаз сынықтықпен бияза, қабыл болар оның хаққа ниязы дейді.
міне сөйтіп Қожа Ахмет Яссауи бабамыз хикметтерін осылай бізге жеткізеді. Мінекей осымен біздің бүгінгі шығарылымымыз тәмам. Егер сіздерге шығарылым ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, парақшаға тіркеліп кетіңіздер. Және де комментарияға келесі видеода қандай нәрсе көргілеріңіз келеді, соны жазып кетіңіздер.